Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз шеңбер және дөңгелек тақырыбы. Ол бізде оқулықтың 157 бетінде. Алдымен шеңбер деген не, сондай соның анықтамасына келейік. Шеңбер дегеніміз жазықтықтан кез келген бір нүктені алып, сол нүктемен бірдей арақашықтықта жатқан барлық нүктелерді қосып шықсақ, бірдей арақашықтықта жатқан нүктелерді былай қосып сызып шықсақ, онда бізде шеңбер пайда болады. Әрине, шеңберді салу үшін бізде циркулдың көмегі керек. Циркулдың бір несін центр қылып аламыз, бір аяғын. Екіншісін сосын центр қылып алғаннан кейін қозғалтпастан, екіншісімен біреуін өз қылып алғаннан кейін екіншісін айландырып шығамыз. Сол кезде бізде шеңбер пайда болады. Ал мынау циркулдың екі аяғының арасы бізде радиусты береді. Радиус деген сонда центрден шеңбердің бойындағы кез келген бір нүктеге дейінгі арақашықтық бізде радиус. Яғни мынау циркулдың ашылып тұрған арақашықтығы радиусты береді. Сонымен енді сонда радиус деген шеңбердің бір элементі болып табылады. Ондай болса, міне шеңбердің центрмен шеңбердің бойындағы бір кез келген нүктені алсам, сол екеуінің арақашықтығын біз радиус деп атайтын болдық. Оны бізде үлкен R мен белгілейміз. Және осы центрді бізде O әрпімен белгілейді. Онымен қоса, егер де радиусты біз центрден өткізген радиустан екеу жүргізсек осылай. Міне, мына жағда радиус, үстің жағда радиус. Онда бізде бұл диаметрді береді. Оны үлкен D мен белгілейді. Сонда бізде шеңбердің элементтері O, ол бізде центр. Ал R деген ол радиус. Ал D деген ол диаметр. Ондай болса, бізде жаңа көріп отырғанымыздай диаметр деген екі радиустан тұрады екен. Осы жерден диаметрді табу үшін біз радиусты екіге көбейтіп табады екенбіз. Ал керісінше радиусты тап десе, онда ол диаметрдің жартысына тең, яғни диаметрді екіге бөліп табады екенбіз. Міне бұл бізде шеңбердің элементтері және радиус пен диаметрдің бір-біріне айналдыру формуласы. Енді шеңберді түсінгеннен кейін тақырып бойынша дөңгелек деген ұғымға келеміз. Онда дөңгелек деген не? Дөңгелек деген сол тура шеңбер, сол шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігін дөңгелек деп атаймыз. Яғни іші боялған түрі. Мынаның ішін түгелімен бояп қойса, бұл бізде дөңгелекті береді. Бұл дөңгелек. Ал дөңгелектің де сондай элементтері бар, оның да центрі бар, және ол радиусы бар, екі радиустан тұратын диаметр бар. Ол да шеңбердің элементтерімен бірдей болады. Және тағы бір нәрсе қосу керек, шеңбердің бойынан алған кез келген екі нүктенің арасын біз доға деп атаймыз. Мысалы, адам бұға дейінгі аралықты біз адам бұға дейінгі осы аралықты доға деп атаймыз. Б деген бізде сонда доға. Оның жазылуы бұлай. Доға белгісі қойылады да, АБ деп жазылады. Оқығанда АБ доғасы деп оқимыз. Бұл доға. Дөңгелекте де дәл солай, кез келген екі нүктенің арасын, дөңгелектің өйткені сырты шеңбер ғой. Кез келген екі нүктені алсақ, соның арасын біз доға деп атаймыз. Бұл жерден СД деп алсам, онда бұл СД доғасы деген сөз. Осы шеңбердің бөлігі доға деп аталады. Және шеңбер мен дөңгелектің ішкі бұрыштары, шеңбер мен дөңгелек неше градустан тұрады? Өлшемі деген сөз ғой. Өлшемі біз осының алдында өтілген тақырыптарда болды. Бұрыштардың түрлерін өткенде бізде екі жазыңқы бұрыштан толығымен айлансақ, жазыңқы бұрышты, онда бізде ол толық бұрышты береді дедік. Яғни екі жарты шеңберден бір толық шеңбер пайда болатынын көрдік. Яғни бір жарты шеңбердің градустық өлшемі неде тұрғандай 180 градус болса, онда осындай екеуден 360 градусты береді. Сонда шеңбердің де, дөңгелектің де толық өлшемі ол 360 градус. 360 градусты береді екен.
Ал енді осыны үй жағдайында нақты балаларда бір шатаспас үшін мынандай түсінік қалыптастырғым келеді. Мысалы, шеңбер деген міне көріп тұрғанымыздай іші бос. Мынау бізде шеңбер. Бұны әдетте спорт саласында белге айландыратын да шеңберлер бар солай. Немесе қолға тағатын сақиналарда іші бос, ол бізде дөңгелек шеңберді береді. Ал енді дөңгелек деген ол іші бос емес түрі. Оның да сырты шеңбер, бірақ іші бос емес міне. Бұл бізде дөңгелек. Енді біз бір есеп қарастырайық. Мысалға, бірінші есеп дейді. Радиус берілсін, шеңбердің радиусы 4 сантиметр деп берілсе, бізге диаметрін тап десе. Онда біз білеміз, диаметр деген 2 радиустан тұратынын. Ондай болса, біз 4-ке 2-ні көбейтіп тастаймыз. Онда диаметрі 8 сантиметр деген сөз. Ал екінші есеп, керісінше диаметр берілсе 10 деп. Онда оның радиусын табу үшін біз сол диаметрді 2-ге бөліп тастайды екенбіз. Сонда 10-ды 2-ге бөлсек 5. Осымен сабағымыз аяқталды.